Армысыздар, құрметті әріптестер, заманауи ұстаздар қауымы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда 21 ғасырдың мұғалімнің алдында үлкен міндеттер тұр. Ол тек ақпарат беруші ғана емес, оқу үдерісін қызықты саяхатқа айналдыратын бағыттаушы, яғни фасилитатор қызметін де атқарады. Қазір балалар цифрлық заманның ұрпағы. Олар жай ғана кітап пен дәптерге қарап ұзақ уақыт бойы зейінін ұстап тұру өте қиын. Оқушылар оқуға деген уәжін, яғни мотивациясын ояту үшін бізге жаңаша көзқарас пен заманауи құралдар қажет. Бүгінгі бейнебаян дәл осы мәселені шешуге арналған. Мен сіздерге өзімнің күнделікті сабақ жоспарлауда, әсіресе бастауыш сынып оқушыларына жиі қолданылатын, уақытымды 2 есеге үнемдейтін тапсырмас платформа EducaPlay мен таныстырамын. Бұл видеодан кейін сіздерде өз сабақтарыңызды интерактивті ойынға айналдыра аласыздар. EducaPlay мен қалай жұмыс жасаймыз? Ең бірінші Google-ға кіреміз, EducaPlay деп жазамыз. Осы сайт шығады, осы сайтқа кіреміз. Сосын өздеріңіздің пошталарыңыз арқылы тіркелесіздер. Сосын ойын жасауға кіреміз. EducaPlay бағдарламасына логин паролдарыңыз арқылы тіркелесіздер. EducaPlay бұл дайын білім беру ойындарын жасауға және оны қолдануға арналған керемет конструктор. Платформаның интерфейсі қазақ тіліне аударылады. Сол себепті бұмен жұмыс істеу бізге тиімді. Бұнда заманауи ұстазға қажеттінің барлығы бар. Қараңыздаршы, әліппе сөздік қорды дамытуға болады, және де оқушылардың логикасын дамытуға болады, сәйкестендіру, жұптық жұмыстар, ережелер мен формуларды есте сақтауға көмектеседі. Және менің оқушыларымның ең сүйікті ойыны бақаны секірту. Бұл ойын арқылы балалар сұрақтарға жауап бере отырып, бақаны судан аман есен өткізу керек. Ойын элементі қосылғандықтан сыныпта бәсекелестік пен оқуға деген құштарлық бірден артады. Балалар өздерінің сабақта жүргенін сезбей қалады. Сол себепті бұл ойын менің сабақтарымда тиімді нәтиже беріп жатыр. Экранға назар аударыңыздар. Мына жерде жаңа ойын батырмасын басқанда арнайы жасанды интеллект терезесі ашылды. Және де кез келген ойынды басқан кезде де осындай жаңа интеллект терезесі ашылады. Сол жерге өздеріңіздің тақырыптарыңызды жазасыздар. Мысалға мен бақа ойынына жаздым. 3 таңбалы сандарды қосып азайту, 20-ға дейінгі сандарды қосып азайту. Және сол кезде маған дем арасында 3-4 минуттың ішінде маған ойынды дайындап берді. Егер дайын сұрақтарыңыз болса, оны өзгерте берулеріңізге болады. Бар жоғы 3-4 минуттың ішінде сіздің келесі сабағыңызға дайын интерактивті заманауи көрнекілік әзір болды. Мысалға, мен ойындарымды көрсететін болсам, 1 сағатқа бір ойын жасау мүмкіндігі беріледі. Сонда сіз сағат сайын ойындар жасап тұруыңызға болады. Мысалға, менің дайын ойыным. Көріп тұрыңыздар, 7 қосылған 5 тең болады 12. 19 азайтылған 6 тең болады 13. Осылайынан балалар не істейді? Жағаға шығады, бақаны жағаға шығарады. Көріп тұрғандарыңыздар, ойын өте қызықты. Мысалға, мен мына тақырыпты жасап жатырмын. Міне, осы жерде сізге осылайынан шығарып берген кезде, мысалы, мен мынаны өзгерте беремін. Міне, өзгертуге болады. Және жариялау батырмасын басқан кезде ол жарияланады. Сіз осы ойынның ссылкасын оқушыларға жібере аласыз, немесе осы жариялау батырмасын басасыз, сол кезде сіздің ойыныңыз дайын. Және де осыны сыныпқа барған кезде тақтаға қосып, электронды тақтаға қосып, балаларды жаздыруға болады. Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздермен EducaPlay платформасын таныстырдым. Көріп тұрғандар өте қарапайым, ешқандай бір басты қатырудың қажет жоқ. Тек қана 2-3 минутыңызды арнасаңыз, келесі сабаққа сізде көрнекілік дайын, және уақытыңызды үнемдеп, және оқушылардың оқуға деген мотивациясын артуына көмек бересіз. Құрметті әріптестер, заманауи мұғалім, ол технологиялардан қорықпайтын, оны өз пайдасына және оқушының игілігіне қолдана алатын маман. EducaPlay сіздің уақытыңызды үнемдеп, сабағыңызды түрлендіретін ең тиімді құралдардың бірі. Шабытыңыз тасып, оқушыларыңыздың сіздің сабағыңызға деген ынтасы арта берсін. Егер видео ұнаса, лайк және комментарий басуды ұмытпаңыз.